Сәлем қыздар, бүгін біздер өте дәмді әрі жұмсақ бір жасағаннан шығатын алма бәлішін әзірлейтін боламыз. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса ең алдымен ең бірінші қантымыздың үстіне осылай жұмыртқамызды саламыз және қаймақ қосып барлығын миксерлейміз. Кейін үстіне 3 қасық сұйық май құямыз. Кейін сұйық майымыз массаға жақсы араласуы үшін тағы да бір миксерлеп жібереміз. Содан кейін біздің ұнымыз електен өткізілген болуы қажет. Үстіне ұнымызды саламыз, қамыр қосқыш және ванилин қосып, қасықтың көмегімен ұнымыз массаға толық араласқанша қасықпен араластырамыз. Осылай іртік-іртік болған кезде қорықпаймыз. Кейін үстінен миксермен араластырамыз. Сол кезде біздің массамыз әдемі болады. Кейін үстіне осылай алмаларымыздың қабығын ашып ұсақтап турап саламыз. Піскен кезде алмаларымыз өте жұмсақ, қамырдың арасында білінбей кетеді, сондықтан қорықпай сала берсеңіздер болады. Бір араластырып, осылай формамызға пергамент қағазын төсеп, немесе жан-жағын майлап, массамызды салып, алмаларды орналастырып, қызып тұрған 180 градустағы пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенін шпажканың көмегімен тексеретін боламыз. Бірден алғаннан кейін шешпейміз, суытып, сосын барып шешіп ортасын кесетін боламыз. Ысылай кеспеңіздер. Содан кейін формадан шешіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Каналға жазылып лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.